Әже, өрмекті бастап кеткенсіз ба? Ай, жарығым-ау. Қолын босатқан соң бастамай не қылай? Әлгі екі керегенің басын таңатын таңғышта ескіріп тұрғандай ма, сосын қарап отырғанша деп бастап кеткен. Әй, жарығым-ай, әнеуір адырнаны көтеріп жүр, жау шапқыр қайта-қайта түседі. Мінеуір мосағашта қайта-қайта дұрыс бекімеген бе құлап кетіп тұр. Сөйтіңкіріп жібер кішкене. Таңменен ерте тұрып өзімше іске кірісіп еді. Сізге көмектессем қайтеді, әже? Айналайын-ау, сенің де онсыз да көмегің жетіп атыр ғой маған. Әлгі сенің көмегің ертең ана саған басқұрды жүгіріп берем. Сол ана қыздарың шақырып өзің жүгіріп бер, мен саған соны құрып берейін, сол басқұрды бітірш. Ағаш үйді кішкене жаңартып алайық үйімізді. Мен де сол өрмекті бастауым керек еді. Ей, жарығым-ау, соны бастайық. Ертең ана қыздарың көрші көлемнің айналадағы жолдастарын шақырып, осы жерден бір шайымызды дайындап, өрмегімізді жүгіріп, ісімізді бастап кетейік. Мен мына кішкентайды бітірсем, белімде отырғызбайды қорғырды. Іске сәт, әже. Сау бол, айналайын. Басталған екен. Иә. Қой, әдемі дейтіні бар ма? Жай бір қарапайым таңғыш қой. Көршіде бастаңғы болып жатыр десек, барып қайтпадық па? Барайық, барайық. Жеңгемде бар десек. Ай, бастаңғысыныз? Қаяқтағы бастаңғы? Барып келейікші, әже. Ана, қай жеңген? Көрші жеңгеді? Бәтима ма? Иә. Иә. Ол не бастаңғы жасап жатыр екен? Аты-енесі кетіп қалып па? Иә, айналайындар. Жастар қатарларынан қалмаң. Барып келің, қызым-ау. Бірақ ертең жаңағы басқұрды жүгіруіміз керек қой. Әйін, әже, бітіреймін. Ертең бітіріп беремін өзім, әже. Иә, жақсы. Барып келе қойыңдар, барып келе қойыңдар. Қатарларынан қалмаң. Ана, Бәтимаға сәлем айтың. Байқап жүрсін, аты-енесі келіп қалмасын әлгі. Рахмет, әже. Жақсы. Ой, саған қыздарда. Жібек, сен естідің ба? Көршіге бір жігіт келіпті. Өңі аққұба жүзді. Екі иығына екі жігіт мінгендей. Бір көрікті жігіт келіпті. Ой, әсіресе қияқ мұртын айтсайшы. Сен өзі ғашық болып қалған саумысың? Ой, Жібек, жоқ. Егер құрықталмаған болсам, ғашық болғандаймын. Қане онда, өз көзімізбен көрмедік па? Кеттік. Қайдайсың? Домбыраның ай күйін маған көрсетші, сұлу қыздың ай үйін маған. Жиналып болдым құралсаң, сөйле деп өзге үй барсаң, үйдің көргім айтайын, той болар дегендер, талапқа хабарын таратқан, ят жүрегін жаратқан, жекейлеп жасанды, отауда тігіп ақ жапқан. Орта көзі жігіттер, сәлемет жеңеше. Аман мısın Еркежан? Төрге шығамыз кел. Төрге тұрсың. Қыз баласы ер жігіттен жоғары отырмаған. Бізге осы жерде болады, Бибанар. Мана ертерек айтып едім сіздерге осында келсін деп. Бөлек екен көзқарасы баланың. Сонша неге ғашық көзбен қарадың? Құдай білсін, осындай көз қарастан талай қыздың қирапсынып қаларын. Бай, жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан деген осы бәлкім. Ал жігітім, мына қыздарға өзінде таныстыра отыр. Танысқаның не сайып? Құдайдың құлы, Жеменейдің ұлымын.
Есімім Ақтанбай. Расымен де жолым болғыш жігіт екенмін. Олай болса, қыздармен Алтыбақанға баруға қолқа салып отырмын. Бәрекелді. Ендеше Ақтанбаймен бірге Алтыбақан тебейік. Дұрыс айтасыңдар жігіттер. Қыздармен жастар болып бірге Алтыбақанда көңіл көтеріңдер. Ал қанекені кеттік онда. Шілдехана бесік той, құсау кесерсінді той, ай, шірген ай. Ода түсі сырға салу бет ашармай. Алтыбақан аясында солу бой жеткен, қыз бозбала кең даланы әлі мен әсерім тербеткен. Еркежан, үйге қайтайық, әйтпесе кеш болып қалар. Еркежан, үйге ертемен барғанымыз дұрыс. Әйтпесе қазір тас қараңғыда ағаң ұрсып жүрер, бізге ренжіп. Жеңеше-ау, тағы да қала тұрсақ қайтеді? Жоқ, күн қараңғы болып ортасында барсақ, үйдегілердің ренжитіні анық. Ағаң маған қазір ұрсып жүрер. Ертемен үйге барып, үй тіршілігімен айналса бергеніміз дұрыс емес пе? Еркежан, сен Ақтанбайға айтпағанбысың? Жеңеше, жібекпен кездесуді шектей көрмеңізші. Мынау сізге сыйым. Ақтанбай, бұл жүзігімді мен ала алмаймын. Жібекжан-ау, сен ештеңе айтпағанбысың? Жібекжан, не айтуым керек етті? Ақтанбай, мен айып тұрулымын. Кешірші, айтпақшы саған сыйлығым бар. Жолығамын деп кезіктім саған. Жақсы көруді кеш ұққан қадам. Орамалыңды сыйға тарттың ау, ғашықтық деген осы ма тамам. Қош енді, қалқам, жібегім менің, сырымды айтып ем жүрегімдегі. Ертелеу келсе кездестірмеді, халіңді сырттай жүремін біліп. Қош, қош, қош. Торғандай торғынымай, хорланның қорғызындай, кешігіп кезіктірген тағдырдың қорлығынай. Торғыным тор құлындай, оңаша ой мұңымай, өзіңмен бірге жүрер бермей жолды Құдай. Аққудың баласындай, көзімнің қарасындай, тосылып көргенім жоқ.